Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өзімнің ең сүйікті тағамдарымның бірі гуляштың рецептісін ұсынамын. Гуляш өте қанық түсті, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Гуляш дайындау үшін ең алдымен бізге сиырдың немесе жылқының еті қажет. Майдаламай осындай орта бөліктерге тураймыз. Қызып тұрған майға салып, суы сарқылғанша қуырамыз. Шамамен 5-7 минуттай қуыруымыз қажет. Суы толық сарқылған соң 2 дана пиязды майдалап турап саламыз. Жақсылап араластырып, содан соң үстіне 3-4 дана пресстен өткізілген сарымсақты саламыз. Енді пияздың түсі сары түске енгенше шамалы араластырып қуырамыз. Ең соңында 1 дана сәбізді осындай ұзыншалау етіп турап, қосып, жақсылап араластырып 3-4 минуттай қуырамыз. Енді татымына қарай тұз саламыз, қара бұрыш және паприка қосамыз. Мен шамамен 1 ас қасықтай паприка қостым. Гуляшқа паприка өте қанық түс береді. Араластырып, енді біздің гуляшымыз қоюлау болу үшін мен 1,5 ас қасық ұн қосамын. Егер гуляш қатты қою болғанын қаласаңыз, онда 2 ас қасық ұн қосыңыз. Содан соң 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Жақсылап бір араластырып, үстіне шамамен 500 немесе 600 мг су құямыз. Мен 600 мг су құйдым. Гуляш орташа қоюлықта болады. Егер де қатты қою болғанын қаласаңыздар, онда суды аздау құясыздар. Енді су қайнаған соң оттың астын баяулатып, 1,5 сағат қақпағын жауып пісіреміз. Пісуге 5 минут уақыт қалған кезде 1 дана лавр жапырағын саламыз. 5 минуттай қайнатып аламыз. Мінеке толығымен 1,5 сағат уақыт өтті. Гуляш дайын болды. Түсі қанық түсті. Гуляшты кез келген гарнирмен жеуге болады. Әсіресе пюремен өте дәмді болады. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер болады. Ас болсын, сау болыңыздар.